Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен таңғы астың адам организміндегі рөлі жөнінде айтатын боламын. Негізінен таңғы ас бұл адам организмінде белгілі бір өзінің қалыпта ұстап тұруына және де салмақты реттеуде, онымен қоса басқа да шаруаларды реттеуіне әсері өте зор. Бүгінгі видеомда таңғы асқа қажетті ең басты топ 7 өнім жайлы айтатын боламын. Оған қандай өнімдер кіреді және де ол топтағы өнімдерді не үшін таңғы асқа қосқан дұрыс, не үшін неге түскі асқа емес, кешкі асқа емес деген секілді. Сол жайында бүгінгі видеомда жауап беретін боламын. Ең алдымен өзімді таныстырсам, мен Суханберлиева Дана, жалпы тәжірибелік дәрігермін және бұл каналда мен осы адамдарға түсінікті тілмен барынша элементарлық нәрселерді үйреткім келеді және де егер де осы каналымды қолдайын десеңіздер, егер де алдағы уақытта видеоларымды жоғалтып алғыларыңыз келмесе, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Жалпы мен үшін ең басты тамақтанатын, ең мен жақсы көретін уақыт бұл таңғы ас болып табылады. Неге десеңіз, мен таңғы асты ішкеннен кейін өзімді өте бодрый және де белгілі бір шаруаларға энергиям жеткен секілді және де өте тоқ болып тұрамын. 5-6 сағатқа дейін тіпті тамақ ішпей спокойно жүре аламын. Таңғы асты ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден ішкен дұрыс. Яғни ұйқыдан тұрғаннан соң 2 сағат көлемінде таңғы асты ішіп бастау керек. Ұйқыдан тұрған кезде адамдарда кортизол гормоны бөлінеді және де бізде өт түнімен жиналып тұрады. Жалпы өттің мөлшері түнімен жиналған кезде 250-300 мл құрайды. Ол егерде біз тамақтанбас, таңғы асты ішпей, түскі асты ішіп, немесе кешкі асты ішіп, сол дұрыс тамақтанбайтын болсақ, онда бізде өттің бөлінуі де, сондай-ақ кортизол гормонындағы өзгеріс, стресс гормоны ғой, соның әсерінен бізде организмде түрлі аурулар, немесе стресстік жағдайларға одан сайын түсуімізге организм бейім болып келетін болады. Таңғы асты ішкеннен кейін біздегі кортизол гормонының деңгейі төмен түседі және адам өзін сол кезде жақсы сезімде ұстайды. Бізде мысалы бір тамақты жеу барысында 25-30 мл жалпы бөлінуі жүреді. Таңғы аста бұл өттің бөлінуі өте көбірек болады. Соған сәйкес біз өт бөлінген сайын оның орнына жаңадан өттер, өт қышқылы жинала бастайды өт қабына және солай біздің организмімізде айналыс жүріп отырады. Егер де бұл процесс жүрмесе, бізде өт іркілісі дамиды, соған сәйкес өтте холецистит дамуы мүмкін, асқазанымызда гастрит дамуы мүмкін, панкреатит дамуы мүмкін ұйқы безімізде. Жаңа айтылды, таңғы асты ұйқыдан тұра сала ішу керек. Егер қазіргі кезде кейбір адамдардың жалпы таңғы асты ішуге деген ниеті жоқ, жаңағыдай ішкім келмей тойып тұрмын деген секілді сөздер айтып жатады. Бұл дегеніміз симптомдардың белгісі, яғни асқарту жүйесіндегі аурулардың алғашқы симптомдары осы таңғы асты ішу кезіндегі тойымдылық сезімі. Одан бөлек бұл әдет десек болады. Егер де бұл әдетті дұрыстамайтын болса, сіздің организміңіз мүлдем нашарлай түседі. Егер де бұл нәрсені тезірек қолға алатын болсақ, бұл сіздің организміңіз ішінде тіптен жақсы болып табылады. Енді мен көп сөзбай жаңағы продуктілерге көшсейін. Бірінші продукты ол көкөністер. Көкөністер бұл негізінен таңғы асқа қосылуған абзал. Оған айырмашылығы жоқ, қайсысын қоссаңыз да, және көкөністерден салат жасап жесеңіз де болады, немесе өзін жесеңіз де болады. Немесе мысалы омлет жасау барысында соған қосып жесеңіз болады. Әйтеуір көкөністі қосу барысында бізде теріміздің жасаруына өзіндік әсерін тигізеді. Онымен қоса бізде көкөніс негізінен іш қатудың алдын алады. Көкөністі барынша көп жейтін адамдарда іш қату симптомы кездесе бермейді. Бұл салаттарға, мысалы капустадан жасалатын салаттар, онымен қоса қызанақ, қиярдан жасалатын салаттарды жатқызуымызға болады. Екінші өнімге бізде ол ақуыз, орысша айтсам белок. Яғни белок коллаген түрінде, эластин түрінде, әртүрлі түрде кездесіп жатады. Оны БАДы түрінде ішіп жататындар бар, немесе
кәдімгі тағамдардан алуымызға болады. Негізінен белок бұл біздің организміміздің құрылыс материалы. Егер де біз мысалы кашаның өзін жей салатын болсақ, онда таңғы аста шамалы 1 сағаттан кейін немесе жарты сағаттан кейін қайтадан қарнымыз ашады. Неге десеңіз, бұл тек қана көмірсу. Ал көмірсудың қасына белок қосып жейтін болсақ, онда бұл біздің организміміздің тойымдылығына, күні бойы тойып жүруімізге, белгілі бір энергияның бөлінуіне септігін тигізеді. Бізде организмде белок ыдырау барысында да өте көп энергия бөледі көмірсуға қарағанда. Белокқа ең басты біздегі таңғы астағы өнім бұл жұмыртқа. Жұмыртқаны омлет түрінде, көкөніспен араластырып, немесе қыздырып, оның қоса асып, егер де сіз үлкен семьяда тұратын болсаңыз, жұмыртқаны суға асып, жеудің өзі де организмге жақсы әсер етеді. Күніне 2 штук немесе 3 штук жұмыртқа асып жеу организм үшін керекті белокты ала алады осы кезде. Онымен қоса жануардың тілін, мысалы колбасаны жақсы көретін, колбаса өнімдерін жақсы көретін адамдар үшін айтайын дегенім, әшейін колбасаның өзінен көрі, мысалы тілді, немесе тауық етін асып, соны колбасаны өнім сияқты қылып жеу, соның барлығы негізінен организмге белоктың түсуіне белгілі бір септігін тигізеді. Үшінші өнімдерге бұл май жатады. Майлар, олар бірнеше түрлері бар, жануар өнімді және де өсімдік текті. Бірінші мен жануар текті майларға тоқталсам, бұл оларға мысалы лосось, балық майы, жануардың майы, бұлардың барлығы таңғы асқа жақсы әсер етеді. Әсіресе әйел адамдардың жыныс гормондарының жақсы бөлінуіне және де әйел адамдардың гормондарының жақсаруына осы жануар текті майларды көп жеу, әсіресе печень трески деп аталатын өнім бар, соны қолдану жақсы әсер етеді. Өсімдік текті немесе жануар тектіден бөлек майларға бұл сливочный масло, осыны қолдану таңғы асқа 4-ші өнімге жатқызуға болады. Бұл ешқандай әсерін тигізбейді, яғни организмге зиян тигізбейді. Сливочный маслоны 5-7-10 граммды күнделікті таңғы асқа қолдану өте жақсы әдіс болып табылады. Одан бөлек нерафинированный майлар, ол майларды өзін жеу өте қате болып табылады. Мысалы, қазіргі кезде қара зере майы, одан бөлек тағы да басқа да майының түрлері көбейген. Олардың өзін жеу аш қарынға өте тиімді емес деп айтсам болады. Бұл майларды егер де қолданғыңыз келсе, тағамға араластырып қосқаныңыз дұрыс. Келесі өнімдерге бұл күрделі көмірсулар. Оларға бізде дәнді дақылдар жатады. Дәнді дақылдардың ішінде оларға мысалы витаминдері бар ішінде, одан бөлек организмге белгілі бір қуат беретін дәнді дақылдарға гречка, одан кейін пшеница және де овсянка деген дәнді дақылдарды жатқызуымызға болады. Бұларды күнделікті асқа, таңғы асқа қолданып және де әр күндік рационға қосып отырсаңыз, бұл сіздің ас қорыту жүйесінің жақсаруына, ішектің перистальтикасының дұрысталуына белгілі бір жақсы әсерін тигізеді. Бұл тема өте актуальды, пробиотиктер деп атсақ болады. Оларды мысалы қазіргі кезде антибиотика терапиядан кейін де қолданып жатады. Және де оларды тоже аптекадан арнайы түрде сатып алып, ішектің дисбаланс, дисбактериозды реттеу мақсатында ішіп жатады. Ал біздің өзіміздің өнімдердің ішінде бұларға қышқыл сүтті өнімдерді жатқызуға болады. Олардың ішінде ең бірінші өнімдегі продуктіге сыр жатады. Сыр, яғни ірімшік текті өнімдерді жатқызуымызға болады. Одан кейінгі өнімдерге сүзбе, одан бөлек йогурт, айран секілді өнімдер. Бұл жалпы ішектің
бактериялардың дұрысталуына, тағамның дұрыс қорытылуына, организмге дұрыс сіңірілуіне, организмге керекті бактериялардың көбеюіне жақсы әсер етеді. Бұл өнімдерді де таңғы асқа қосуды ұмытпаңыздар, бұл өз кезегінде жақсы әсер етіп отырады. Соңғы өнімдерге айтсам болады, бұларға тәтті заттар. Оларды таңғы астың бір 5-10%-ын осы өнімдерге арнасақ болады. Қатты көбейтуге де болмайды, азайтып жоқ қылып жіберуге де болмайды, өйткені организмге барлығы керек деп айтсам болады. Менің түсінігім бойынша организм нені қалап тұр, соны берген дұрыс. Тіпті тәтті болғанның өзінде, бірақ мүлдем көбейткенде қате болып табылады. Белгілі бір шекті мөлшерде ішкен дұрыс. Оларға мысалы шоколад болсын, шоколадты паста болсын, тәтті круассан, десерт, бұның барлығы тәтті өнімдерге жатады. Немесе мысалы варенье, бал, таңғы асқа бұл өте жақсы кететін өнімдер болып табылады. Осы өнімдерді қолдану организмге белгілі бір жақсы әсер етеді. Жалпы таңғы ас комбинирленген, араласқан түрде болу керек. Яғни сіз бір ғана өнімді алып, ішіп қана қоймауыңыз керек. Яғни бір майды қосып, белокты, көмірсуды, тәттіні барлығын араластырып, жағдай организмге белгілі бір жақсы әсер ететіндей тойымды таңғы ас ішкеніңіз абзалырақ. Бұл сіздің организміңізге энергия береді, сәйкесінше сіздің күні бойғы жақсы жұмыс, өнімді жұмыс атқаруыңызға белгілі бір септігін тигізеді. Сіздерге айтатыным, таңғы асқа дейінгі жасалатын әдеттерге бірінші ұйқыдан тұрғаннан кейін қолды, аяқты жоғарыға көтеріп қойып, сілку. Яғни бұл сілку барысында бізде лимфа отток бар организмімізде, сол лимфа айналымы жақсы жүре бастайды. Одан кейін екінші күлуіміз керек, және үшіншісі жылы суды жеткілікті мөлшерде ішкен абзал. Жылы су 2 стакан немесе 1,5 стакан деңгейінде болса өте жақсы болады, және бұл ең басты асқазанымыздың оянуына, ас қорыту жүйеміздің ұйқысынан оянуына жақсы әсер етеді. Бүгінгі кеңестерім және айтылған өнімдерді сіздер қолданасыздар деген сенімдемін, және алдағы уақытта қай өнімдерді таңғы асқа қолданбаған дұрыс, сол жайында видео түсіретін боламын. Келесі видеода жүздескенше, егер бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы және Данамен денсаулыққа каналы. Сау болыңыздар.